Ассалаумағалейкум. Бұл видео, яғни электр монтаж жұмысы жасаған кезде осындай электр сызбаларды білуге арналған. Яғни алдарыңызда тұрған 3 бөлмелі, бір туалет, ванная бар, кухнясы бар үй, квартира дегеніміз. Мұнда бірнеше белгілері үйренуге болады. Бірінші кіребесінен бастайық. Яғни кіребесіне кірген кезде дәл осы үйдің шетінде орналасқан электр щит орналасқан. Осы электр щитті әрбір шыққан жаңағыдай кабельдері әрбір бөлмелерге кеткен. Бұл негізгі ең маңыздысы, әрбір бөлмеге шатаспай қуалап тұрып апару керек. Яғни, мысалға, осы шеткі сызықша алып келіп осы жерге жалғанған, осы главный распайкадан жалғанып, мына жаққа кеткен. Мысалға, мынау спальняда бір клавишті выключатель көрініп тұр. Яғни, оның белгісі осындай дөңгелек, дәл осындай белгі, ол бір клавишті выключатель. Мұнда 2 клавишті выключатель жоқ екен бұл квартирада, бірақ та 2 клавишті выключатель осылай белгіленеді. Бір сызықша емес, 2 сызықша болып бөлінеді. Одан басқа тағы да осындай выключательдердің түрлері осындай 2 жаққа сызықша болады. Бұл переходной выключатель болып табылады. Бұнда ондай жоқ, тек қана мұнда осындай бір клавишті выключатель ғана. Яғни, мынау жатын бөлмеде бір клавишті выключатель арқылы мынау 6 жарық шамы қосылады. Мыналар жарық шамдар, дөңгелек болып бөлінген жарық шамдар, бір-біріне тізбектей қосылған. Және де тағы да бұл жерде шеткі жақтарда розеткалар орналасқан. Олар да бір-біріне тізбектей жалғанған. Дәл сондай, мынау залда да дәл сондай бір-біріне тізбектей жалғанып, монтаж жасаған кезде бір-біріне тізбектей жалғанып, қуалап алып келіп, жалғанады. Яғни, мұнда да бір клавишті выключатель арқылы осы барлық жарық шамы қосылады. Балалар комнатасында өзгешелік бар. Мұнда 100 сантиметрлік деп тұр. Мұнда 170 сантиметр тұр. Яғни, балалар бөлмесі болғандықтан бұл жоғары орналасқан екен. Мұнда да дәл 6 жарық шам орналасқан бір клавишті выключатель арқылы. Туалет комнатасында бір жарық шам, розетка жоқ. Ал ванный комнатада розетка бар екен, 2 жарық шам, кухняда дәл сондай. Бұлардың барлығы бір клавишті выключатель арқылы жанады. Ең маңыздысы осы щиттен шыққан әрбір сызықты дұрыстап бағыттап апару керек. Сонда біз шатаспаймыз. Осындай ең қарапайым осындай схемалар түрі, яғни осы дөңгелекті ортасы X болып тұрған светильник болып тұрады. Кейбір жерлерде осындай 4 бұрышты светильниктердің түрлері 4 бұрышты болып тұрады. Мысалға, оны арғаты күрделі схемалар болады. Жалпы осы қарапайым схеманы үйреніп көріп алсақ, көзді үйретіп алсақ, арғаты күшті болып кетеді. Рахмет көргендеріңізге. Аман сау болыңыздар.